Ассалаумағалейкум, эксперт. Сізді осы видео көргеніме өте қуаныштымын. Бұл видеода мен қалай 1,5 айда мейірбек мырзамен запуск жасап 47 миллион теңгеге жасағанымызды толық көрсететін боламын. Яғни қандай воронка қолдандық, қандай өнім жасадық, қалай клиенттерді шақырдық, қалай саттық деген сияқты бүкіл ішкі кухняны көрсететін боламын. Егер сіз қазір инфобизнесте бұрынғы методта жұмыс жасамай қалды, неге таргет өзін ақтамай жатыр, адамдар неге прогресс көрмейді, неге менде сатылым азайып кетті деген сұрақтар актуалды болса, сізге өте пайдалы болады. Сондықтан соңына дейін қараңыз. Бұл видеода сіз қалай кез келген экспертке айына 30-40 миллион жасауға болатындығы нақты формуласын көрсетемін. Егер сіз енді бастап жатсаңыз, әрине алғашқы 4 миллион 4-5 миллионыңызды осы формуламен жасай аласыз. Одан кейін эксперттердің жіберетін қателіктері бар. Қазіргі таңда көптеген эксперттер бір 4-5 қателігі бар. Клиентті шақыруға байланысты, сатуға байланысты, оларды жылытуға байланысты, өнім жасауға байланысты, соның барлығын ашып көрсететін боламын. Және де алдағы жылдарда, осы 26-27 жылдарда тренд болатын біздегі өнімдерді және воронкаларды көрсететін боламын. Егер осы тақырып сізге актуальны болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы қазір таңда неге мейірбек мырза маған продюсер болуды ұсынды, осы жоба? Қазір оны толыққанды көрсетіп беретін боламын. Кішігірім история айтып кетейін, чтобы сіздер түсіну үшін. 2019 жылы мейірбек мырзамен алғашқы жеке наставничествосын оқыған болатынмын. Мен инфобизнеске жалпы 2017 жылы келдім. 2 жылдан кейін мен түсіндім, что менің білімдерім ескірді, жаңа бір білімдер меңгеру керек деп. мейірбек мырзаның жеке наставничествосына барған болатынмын. Мен өзім бір 1 миллион теңге ақшам болатын, соны жинап жүріп машина аламын деп. Бірақ ол сол мейірбек мырзаның жеке наставничествосына кетті. Сөйтіп 2019 жылы мен мейірбек мырзаның жеке наставничествосын оқыдым. Мына жерде сертификат тұр, суреті тұр. Мына жерде бүйтіп көрсетсек болады. Жалпы 2019-дан бері біз ол кісінің айтқанда білім алып араласамыз. Ол жылдары 2019 жылы ол кісі Қуаныш Шынбайдың продюсер болған. Ол кісілер бағанағы 1 жылдық мышленияға байланысты, бизнеске байланысты курстар жасап, 5 мың адам стадион жинап, айтқанда бірнеше миллиардтық оборот жасап жүрген кездер болатын, артықшылатып жатқан. Сондықтан бұл кісілердің обучениясына қатысқан болатынмын. Ол кезде менде офлайн сабақ болды. Офлайн сабақта мынау менде диктофонға жазып алған болатын. Біз Старбаксқа жолығамыз. Ол кезде мейірбек мырзалар Қонаевадағы офиста отыратын, Қонаева Гоголяда. И офлайн келсем, аптасына бір рет каждый сабақты осылай диктофонға жазып алып, блокнотыма жазып алып, сөйтіп айтқанда берген советтерін, воронкаларды, өнімге байланысты нәрселерін бәрін осы жазып алған болатын. Одан кейін бастап араласамыз. Сол 2025 соңы, 2026 жылдың басында маған мейірбек мырзадан смс келді. Асхат, қалайсың, не істеп жатырсың? Осындай бір өнім шығарайын деп жатыр едім, соған бір продюсер керек, сізден жұмыс жасай аласыз ба деп офисына барып сөйлесіп кеттік. Сөйтіп келесі күні мен жауап бердім: все, мәке, егер актуальны болса, давайте кешегі жобаны бастап көрейік деп. Сөйтіп бисмилля деп бастадық. Ол кісінің жалпы продюсер не үшін жалдайды деген сұрақтарыңыз болса, ол кісіде білімді, тәжірибесі бар, үлкен мықты кәсіпкер эксперт. Бірақ адамға всегда взгляд со стороны дейді ғой. Мысалы, өзінің өнімін жасау всегда қиын. Ол уақытқа дейін ол кісі Қуаныш Шынбайдың өнімдерін жасап жүрді. А мына жерде өзінің өнімін жеке как эксперт ретінде жасаған кезде ол кісі өзі вебинарға шығу керек, өзі сату керек. Сондықтан өзіне жеке қиналып қалғандықтан және де фокус жетпейді, энергия жетпейді. Бірнеше жобалар жасау. Өйткені ол моментте ол кісіде тикток ванхундар жобасы, максимум бизнес клубы деген сияқты бірнеше жоба болып жатқан. Сондықтан уақытым, энергиямды бекерге кетірмей, бірге тәжірибесі бар адамдармен жұмыс жасайық деген ұсыныс келген. Өйткені ол кісімен бір 2019-дан бері араласамыз, сөйлесеміз, әртүрлі курстарға бірге барып қаламыз деген сияқты, бір-бірімізге бір жобалар жібереміз деген сондай сәлеміміз түзу. Сондықтан сондай бір ұсыныс алдым. Ол кісінің өнімі, негізгі өнімі 1 жылдық максимум бизнес клубын сату керек болған. Өйткені ол кісі 1 жылда бір рет айтқанда не ашады, продажа ашады жылдың басында. Ерлердің тобы 3,5 миллион, әйелдердікі 3 миллион, және стартап клубы 1 миллион 800 мың теңге тұрады 1 жылға пакет. Енді кішігірім өзім жайында айтып кетейін. Енді алдыңғы сабақты көрмесеңіз, өзім 8 жылдық тәжірибесі бар продюсер, консалтинг экспертімін. Ньюскейс продюсер орталығының негізін қалаушымын. Осы уақытқа дейін әртүрлі курстар сатып, 10 мыңнан астам курс сатыппыз. Осы 8 жылдың ішінде эксперттерге 0-40 миллион теңге запуск жасауға көмектесіп, және бұл ай сайынғы тұрақты оборот. То есть бір реттен 100 мың теңге бір запуск жасап, 3-4 ай жоқ болып кету емес, ай сайын 30-40 миллионға жасауға жасқым. Өйткені өзім жүйелі, күнделікті ақша түсіп тұратын воронкаларды, жүйелерді өзім қолданған ұнайды, және сондай подходты ұстанатын боламын. Және бізде рекорд бір айда 1186 курс сатыппыз. 1186 курс. Бұл Қытаймен бизнес нишасында. Елімізге белгілі бір Жұлдыз, Айдана Меденова, Арайхан деген сияқты әртүрлі мықты миллионник блогерлермен де, қарапайым эксперттермен де жұмыс жасап
жүрміз. Және менің шәкірттерімнің орта айлық табысы 4-5 миллион теңгені құрайды. Әрине басында 1 миллион теңге тауып жүрген немесе 10 миллион теңге тауып жүргендер бар, бірақ орта есеппен 4-5 миллион теңге құрайды. Алдыңғы жылымыздың продюсерлік орталықтың обороты 270 миллион теңгені құрады. Өзімен осылай кішігірім сіздермен таныстырып болдым. Енді біз Меруерт мырзаның запускына келейік. Жалпы бізде ол кезде қандай проблема болды? Жалпы кәсіпкерлерде курс сату, оларға бір өнім жасау өте қиын нәрсе. Өйткені олар өздері кәсіпкер болғандықтан, олар өнім жасауды, сатуды, что-то мынау прогресс болып жатыр, мына жерде скидка беріліп жатыр, мына жерде өнім пайдасы, құндылығы деген сияқты барлығын өздері біліп тұрады. Сондықтан оларға өнім жасау қарапайым адамдардан қарағанда 2-3 есе өте қиынды және энергия затыратын жұмыс. Сондықтан мен мақсатым максимально қатты дайындалу болды. Өйткені қазір жалпы инфобизнес нарығында қандай өнім айтқанда сатарымды білмеймін, және көп өнімдер өтпей жатыр. Мысалы таргет қымбаттап өзін ақтамай жатыр, адамдардың прогревтен шаршап сторисін сата алмайды, рилс саласыз, жақсы просмотр жинаса да ол жақтан сатылым болмайды, немесе мүлдем просмотр жинамайды деген сияқты. Кей кезде рилстың атып кетуіне қарап отырасыз, ол былай айтқанда лотерея, мысалы қашан ататынын ешкім білмейді. Уже контент жасаудан желаниеңіз болмаса, адамдар көп адамға қазір рассрочка бермей қалды, мысалы. Сондықтан адамдардың бір өнім сатып алу үшін ұзақ ойланады. Осындай проблема қазір инфобизнес нарығында болғандықтан біз максимально жақсылап дайындалу керектігін түсіндім. Просто бұрынғыда отырып өнім жасасақ бізден ешкім сатып алмайтындығын түсіндім. Ол үшін бізге клиенттің реально қажеттілігін, болін, возражениясын, қорқынышын, қандай өнімге ақша төлеуге дайын екенін зерттеп алып барып қана айтқанда кіріспесек қадалатынымызды түсіндім. Бұрын бізде бәрі оңай болатын, просто таргет жібереміз, блогерден немесе реклама аламыз, 2-3 күн қыздырамыз, сатамыз. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын бәрі оңай еді. Ал қазір айтқанда бәрі қиындап кетті. Неге? Өйткені нарық пустой болатын. Адамдар ақпаратқа аш еді. Любой тақырып болсын, ол білім саласы, ол баған денсаулық саласы, қарым қатынас, психология, денсаулық саласы, кәсіп саласында болсын, адамдарға ақпарат айтқанда аш болды. Қазір подкасттар бар, чат GPT бар, көптеген ақпараттар бар. Қазір просто ақпарат жеткіліксіз. Яғни олардың реально айтқанда болын шешетін продукт жасап үйрену керек. Сондықтан нарыққа пустой болатын, адамдар ақпарат ашады ұсыныстан қарағанда айтқанда не еді, сұраныс көп еді. Ал қазір керісінше. Бірақ кейбір адамдар ойлайды қазір, что-то соңғы уақытта инфобизнес өлді, бұл енді бұл жақта ақша жоқ, адамдар енді курс сата алмайды деген сияқты ойда қалып жатыр. Сіз соған келісесіз ба? Келіспейсіз ба? Ойлап көріңіз. Енді мен сіздерге мына нәрсені көрсетейін. Бұл статистика, прям Google-ға кіріп сіздер де тексеріп көрсеңіздер болады. 2025 жылға қарағанда 2026 жылғы объем рынка именно инфобизнес саласында болған 40%-ға көтерілген. Жазылып тұр, объем рынка увеличен на 40% до 45 миллиардов теңге дейді. Алдыңғы жылмен қарағанда ол бір қанша бірдеңке болған, 30 бірдеңке миллиард болған. Қазір уже 45 миллиард болып тұр. Көрдіңіздер ма? Бұл не дегеніміз сөз? Нарық өлген жоқ. Просто ойын шарты ауысты. Енді шынымен реально сапалы курстар, наставничестволар ғана сатылатын болады. Клиенттер бірден эмоциямен сатылмайды бұрынғыдай. Олар тексереді, қарайды, сайтыңызды көреді, инстаграмыңызды көреді, WhatsApp группаңызды көреді, сізді бірнеше күн қайталап қарап жүреді, бүкіл КП-ңізді, сайтыңызды, беріп жатқан тегін сабақтарыңызды максимально зерттейді деген сияқты. Бұрынғыдай эмоциямен ала салмайды. Клиенттер сіздің нәтижеңізді, кейстарыңызды өте мұқият тексеретін болады. Және де клиенттен бірден негізгі өнімді сатып алмайды. Олар сіздің тегін өніміңізді, одан кейін бір кішігірім бір 10 мың, 20 мың, 50 мың теңгеге арзан өніміңізді, сосын негізгі өніміңізді 300-400 мың теңге тұратын, одан кейін барып сіздің бірнеше миллион тұратын наставничествоңызды алуға дайын. Қазір нарық шарты өзгерді. Бұрынғыда бір курс жасай салып, таргет жіберіп, блогерден реклама алып, 2-3 күн қыздырып сатасы ала алмаймыз, өкінішке қарай. Қазір ол нарық жоқ. Қазір оңай ақша жоқ. Қазір жүйелі түрде нақты дайындалған біліммен жасауға болады. Бірақ осы жүйелі түрде жасап жатқандарда өте күшті запуск болады. Өйткені 2023 жылға қарағанда, 24 жылға қарағанда қазір дағы эксперттер почти 40%-ға азайып кетті. Бұрын өте көп еді, наставниктері, әртүрлі салада эксперттер көп еді. Просто кіріп ақша жасау үшін ғана келген эксперттер осындай қиындыққа шыдамады да қазір нарықтан шығып кетті. Бірақ реально сапалы жұмыс жасағысы келетін, реально осы салада көп адамға пайдалы келтіретін, осы салада ерінбей білім алуға, мықты воронкалар, сапалы өнім жасауға дайын адамдар ары қарата өте күшті мүмкіндік оларға келіп жатыр. Өйткені бұрынғы эксперттер нарығын сол кісілер алып жатыр. Сондықтан бұл нарық өте керемет
айтқанда қазір таңда өсіп жатыр, егер бұл нарықта жұмыс жасай алатын болсаңыз. Енді біз меруерт мырзада қандай өнім жасадық? Бағана айтып кеттім ғой, бізге просто так өнім жасауға болмайды. Біз максимальный клиенттің болын, қажеттілігін, возражениясын, проблемасын нақты түсініп алып қана барып өнім жасау керектігін түсіндік. Сондықтан біз не істедік? Мен реклама жібергеннен кейін біз клиенттерге вебинарды ұсындық та, тегін вебинардан кейін номер қалдырған адамдармен телефонмен хабарласып немесе WhatsApp-тарына жазып оларға каздев жасадым. Бірінші этап, егер сізде қазір сатылым болмай жатса, өнімдерің сатылмай жатса, клиенттер сізден алмай жатса, возражение көп айтып жатса, сіздің мақсатыңыз каздев жасау. Каздев дегеніміз айтқанда терең клиенттің бол қажеттілігін зерттеу. Мына жерде мен сұрақтарды қойып кеттім, скриншот жасап алыңыз да, обязательно осы нәрсені жасап шығыңыз. Яғни олар айтқанда не үшін именно сіздің өніміңізді алу керек? Осы уақытқа дейін қандай айтқанда услугаларды алып көрді, не ұнады, не ұнамады, иә? Қанша уақыт сізді қарап жүр? Иә, неге бірден сатып алды, немесе бірден сатып алған жоқ, қандай қорқынышы бар, қандай күмәні бар, басқа сіздің өніміңізбен бөлек қандай өнімдерді айтқанда қарастырып жүр, басқа конкуренттің курсы немесе бір басқа шешім деген сияқты. Сіздің өніміңіздің баға туралы не айтады, не ойлайды, мысалы баға қарамастан сатып алу үшін не болу керек, қандай именно контенттің сені бірді деген сияқты реально клиенттің бөл қажетін анықтайтын айтқанда осындай каздев жасаңыз. Мен клиенттермен звондап осылай телефонмен хабарласып отырып немесе осындай зумға шақырып әр клиенттің жауабын бүйтіп досконально жазып алып бір 10-20 клиентпен реально сөйлесіп алғаннан кейін ғана барып олардың қандай реально болын, қажеттілігін немен салыстырды, осы уақытқа дейін курстарда қандай проблемасы болды, нені жаппады, қандай неден күйіп қалды, мысалы бір курс сатып алды да не ұнамай қалды оған деген сияқты бүкіл нәрсенің бәрін анализ жасап алып біздің өнімде сол ол кісілердің ұнамай қалған нәрсесі, ол кісі жетпей қалған нәрселердің барлығын біздің өнімнің бар ретінде қылып жеткізетін қылып көрсеттік. Сондықтан сізде сондай форматта жұмыс жасай алу керексіз. Одан кейін біз не істедік? Одан кейін неге дәл сізден сатып алу керек деген сұраққа мен жауаппен дәлелдедім. Сізде бұл сабақтардың барлығы именно сіздің өніміңізге қазір не жасау керектігін подсказка, сондықтан мұқият скрин жасап тыңдап отырыңыз. Келесі этап бізде оффер құрастыру. Именно неге дәл сізден сатып алу керек деген сіздің уникалды артықшылығыңызды сұрауымыз керек. Ол бірінші өзіңіз зерттейсіз, одан кейін сіз бүкіл конкуренттерге, нарықтағы конкуренттерді зерттейсіз. Ол үшін сіз клиенттің нарықта ұсынып жатқан басқа бір өнімдерін, ұсыныстарын таңдап, қайсысын таңдап жатқанын түсініп, және одан да айтқанда қандай кемшіліктер бар, ол өнімдер, ол ұсыныстар клиенттің қандай проблемасын шешпей жатыр, соны анықтап алып сіз соны ұсынатын болсаңыз, клиенттің қандай запросы әлі күнге дейін актуальды, әлі күнге дейін шешілген жоқ, не кедергі екенін түсінетін болсаңыз, сіз клиентіңізге өте жақсы ұсыныс жасауға айтқанда мүмкіндігіңіз бар. Сен нарықтағы барлық эксперттермен конкуренцияға түспей, нарықтағы өзіңіздің жеке дара конкуренцияға түспейтін, бәсекеге түспейтін өзіңіздің нарығыңызды құрауыңыз керек. Сол кезде сіздің өніміңізге өте жақсы сұраныс болады. Мысалы, біздің нарықты алатын болсақ, именно инфобизнес нарығын алатын болсақ, көптеген продюсерлер, маркетологтар, эксперттерге не дейді? Контент жаса, рилс түсір, воронка құр, таргет қос, үйт сөйт деген сияқты бір қайталана беретін шаблонды бір іс-әрекеттерді ұсынады. Ол қазір эксперттерге айтқанда көмектеспей жатыр. Неге? Өйткені эксперттердің принципе проблемасы қазір контент аздығында емес, таргет жібергендігінде емес, мәселе өзінің ерекше құндылығын, бір артықшылығын таба алмауында. Сондықтан мен алдымен ең бірінші сіздер маған келген кезде сіздердің реально табиғи күшіңізді, уникальныңыздың артықшылығыңызды, ерекшелігіңізді анықтап болғаннан кейін ғана барып соған байланысты өнім, оффер және стратегия маркетинг құратын боламыз. Оған дейін жасайтын болсаңыз, сіздің жасаған бүкіл маркетинг, таргетіңіз, басқа нәрселеріңіз просто слив болады. Өйткені нарыққа очередной бір арықтайтын курс керек емес, нарықта очередной бір психология курсы керек емес, нарыққа бір очередной бір дизайнды, искусственный интеллектті үйрететін, массаж курсын үйрететін, білмеймін, ипотека сопровождение деген сияқты курстар керек емес. Нарыққа реально клиенттің бойын шешетін өнім керек. Сондықтан бұл нәрсені мұқият жасауыңыз керек. Мен сіздерге көптеген продюсер эксперттер айтпайтын фишкаларды айтып жатырмын. Көбісі мына рилсыңды реттеу, айтқанда воронкаңды бүйт, өнімді бүйт деген сияқты бір бетін, үстіртін ғана ақпараттар айтты. Мен сізге қазір көзге көрінбейтін үйдің фундаменті сияқты жердің астында тұратын, айтқанда көзге көрінбейтін ең маңызды фундаменттерін айтып жатырмын. Бұл өте маңызды. Қазір инфобизнес нарығында эксперттерге нәтиже бермейтін шаблонды курстардан шаршаған біздің нарықта. Сондықтан сіздер көбінесе сіздердің запростарыңыз нақты менің жағдайымда маған келетін индивидуальный жүйені құрып тұрақты табысқа шығуға айтқанда көмектесші деп келесіздер. Өйткені сіздермен консультация өткізіп жүрмін, менің на стажға келіп жатқан эксперттермен сөйлесем ғой, сол кезде сіздердің жауаптарыңыз осы болып жатыр. Сосын мен шешімі 2 айдың ішінде эксперттерге ерекше құндылығын анықтап,
сол сұранысы бар өнімге айналдырып, соны 5 миллион 10 миллион теңге тұрақты табыс пен жүйелі сатылымға бірге шығарамыз. Оны мен сізге мә видео сабақ мынаны көр да өзің жаса демеймін, біз оны бірге отырып жасаймыз. Менің ерекшелігім сол. Бұл подход менің 8 жылдық тәжірибемде және осы уақытқа дейін жүздеген астам экспертпен жұмыс жасауында қалыптасқан авторлық 5Б деген формуламға негізделген. Тіпті осы уақытқа дейін әртүрлі курстар оқып, айтқанда өзіңізді эксперт ретінде қатты мойындамай, әртүрлі контент жасап, таргет жіберіп, запись жасап көрсеңіз де, бұл жұмыс жасайтын методика. Қазір мен сізге оны түсіндіріп беретін боламын. Бұл менің методикамның атауы 5Б формуласы деп аталады. Оның ерекшелігі, сіз фокусыңызды әртүрлі сегментке шашпай, бір аудитория, бір проблема, бір офер, бір воронка, бір айтқанда өніммен жұмыс жасайтын боласыз. Бұның артықшылығы неде? Мысалы, қазір сіз психолог болатын болсаңыз, сіз қазір әртүрлі сегменттегі клиент келеді сізге. Біреусі күйеуімен проблема, ажырасайын ба, ажыраспайын ба деген сияқты. Екіншісі баласымен проблема, үшіншісі денсаулығымен проблема, төртіншісі жұмысында выгораяние түсіп кеткен, бесіншісі қарызға кіріп кеткен деген сияқты. Яғни сіздің бір өніміңіз осы аудиторияның бүкіл проблемасын қамти алмайды. Бұл мүмкін емес. Адамдар сол үшін де сіз мысалы парақшаңызға кіреді, инстаграмыңызға таргетпен қызығып кіреді де, бірақ сізге сатып алмайтындығы сізді түсінбейді, не үшін именно сізден сатып алу керек. Потому что бір күні сіз қарызға байланысты рилс түсіресіз, бір күні сіз айтқанда қарым қатынасқа байланысты рилс түсіріп жүресіз, келесі күні там неге бала тәрбиесіне байланысты бір марафон жасап жатасыз, одан кейінгі күні там қарыздан құтылу немесе бағана выгоранияға түспеу деген сияқты өнімдер жасап жүресіз. И аудиторияңыз түсінбей қалады. Сондықтан менің мақсатым сіздің осы уақытқа дейінгі ең ключевой тәжірибеңіз неде, соның бәрін анықтап, соны бір ерекшелігіңізді анықтап, мысалы нарықта, мысалы нутрициолог эксперттер нарықта қазақ тілінде мысалы жүздеген эксперт бар. Жүз деп айтпай ақ қойшы, маған бар 30-40 эксперт бар. Косметологиясында 30-40 эксперт бар, психология саласында 30-40 эксперт бар. Сіз солардан ерекшелігіңіз неде? Артықшылығыңыз қандай? Мысалы мына жерде біз кабинетте 10 психолог отырмыз. Келген кезде не үшін именно сізге баруым керек деген сұраққа жауап бере аласыз ба? Сондықтан егер жауап бере алмайтын болсаң, сізде конкуренцияға түсе алмайсыз. Өйткені сіздің позиционированияңыз, ерекшелігіңіз байтқандан жоқ. Сондықтан мен айтамын психологқа, егер сен психолог болсаң, инфокәсіпкерлердің ғана психологым деп өзіңді позиционировать етші. Сөйтіп бір аудиториямен жұмыс жасап көрші. Сол кезде сен бүкіл айтасың, Асхат, сен инфокәсіпкерсің ғой. Мен саған клиенттер отказ берген кезде, бір запуста минусқа кіріп кетсең, айтқанда клиенттермен жұмыс жасап выгорать етіп шаршап кетсең, немесе сатқан кезде өзінде бір чувство вины болса, бір продукттың сәтсіз шығып чувство вины болса, именно сол проблемамен ғана жұмыс жасаймын. Маған үйде отырған аналар, қарызға кіріп кеткендер, там ажырасайын деп жатқандар келмей ақ қойсын. Мен тек қана осы аудиторияны ғана жақсылап зерттегенмін. Осы аудиторияға мен реально пайдалы бере аламын. Міне өнім мына 1 2 4 деп менің методикам деп таныстыратын болсаңыз, сіздің конверсияңыз өте жоғары болады және де сіздің аудиторияңыз сізден айтқанда күшті сатып алады. Өйткені сіздің реально маман екеніңізді, сіздің өніміңіз реально оның проблемасын шешетіндігін көріп тұр. Сондықтан осы 5Б формуласы арқылы кез келген эксперт өзінің реально мықты идеальный клиентін анықтап, клиентке реально бас тарта алмайтын ұсыныс деген өте күшті нәрсе. Мысалы, сіз 10 адамға ұсынатын болсаңыз, соны хотя бы жоқ дегенде 4-5 сізден өнім сатып алу керек. Ол бас тарта алмайтын ұсыныс деп аталды. Ладно, қалған жартысы біреуінде реально ақша болмай қалды, біреу ауырып қалды, біреу басқа деген сияқты. Бас тарта алмайтын ұсыныс деген ол сол. Ал егер 10 адамнан біреуін ғана немесе одан да ешкімге сата алмай жүрсеңіз, сіздің офферіңізде, өніміңізде проблема бар деген сөз. Одан кейін сіз идеальный өзіңіздің клиентіңізді анықтап, бас тарта алмайтын ұсыныс жасап алғаннан кейін сол бүкіл смыслдарды сіздің креативіңізден бастап, рекламаңыздан, видеодан бастап, инстаграмыңызды, сайтыңызды, WhatsApp группаңызды, КП-ңызды, вебинарыңызды, сатылым кезіндегі бүкіл смыслдарды, яғни беретін мағыналарды осыған байланысты жасап шығамыз. Бұл көрінбейтін фундаменттер, бұл көрінбейтін айтқанда жердің астында тұратын мағыналар. Көптеген эксперттер соны түсінбейді да, проблема инструментте деп жүреді ғой. Бір күні воронканы үйреніп жүреді, бір күні рилсті үйреніп жүреді, үшінші күні жасанды интеллект үйреніп жүреді, одан кейін тиктокты үйреніп жүреді, одан кейін тредсті үйреніп жүреді деген сияқты. Инструменттер ол бітпейді. Осыдан бір 3 жыл бұрын тредс болмады, қазір бар. Осыдан бір 4 жыл бұрын тикток болмады, қазір бар. Осыдан бір 2 жыл бұрын искусственный интеллект болмады, қазір бар. Каждый 2-1 жылда жаңа инструменттер шыға береді. Сонда сіз жаңа инструменттердің барлығын үйреніп жүре бересіз ба? Қашан ақша табасыз, қашан реальный клиентке пайда келтіретін мықты өнім, офер жасап, бас тартылмайтын ұсыныс жасап, өзіңіздің табысыңызды тұрақты етіп, өзіңіздің қалаған суммаға шығасыз. Бұның барлығы фундаменті дұрыс түсінген кезде ғана болады. Фундаменті дұрыс түсінбесеңіз, әшейін инструменттерді бетін ғана түсініп, айтқанда үйреніп жүретін болсаңыз, үнемі айтқанда выгорать етіп, өзіңіздің қалаған нәрсеңізге жете алмайсыз. Сондықтан сізге ай сайын тұрақты 5 миллион теңге шығу үшін осы фундаментті жүйені міндетті түрде үйреніп алу
керек. Бұнсыз айтқанда дамыта алмас. Келесі этабымыз біздің нарықта басқа қандай эксперттер бар, қандай ойыншылар бар екенін реально анализ жасап шығу. Олар қандай өнім жасап жатыр, қандай бағада, қандай форматта жасап жатыр, олардың артықшылығы неде, олардың кемшілігі неде деген сияқты реально зерттеулер жасап шығуыңыз керек. Және де сіздің өніміңіз басқа конкуренттердің өнімдерінен қандай 10 артықшылығы бар, соны жазып шығыңыз. Бұл кәдімгі реально сізге тапсырма. 10 артықшылық табу керексіз кемінде. Және клиенттің А точкасы мен Б точкасын жазып шығыңыз. Қазір мысалы сізге келіп жатқан клиенттің А точкасындағы проблемасы қандай, ол қандай күйде, қандай состояние қазір, және оған реально нәтижесі қалай, қандай нәтижені ол қалайды. Мысалы менің нәтижемде мен эксперттерім тұрақты 5-10 миллион теңге тұрақты табыс тапқысы келеді. Соның бәрін жазып шығамын мен. Олар точка Б-да не қалайды, не жетіспей жатыр. Мысалы мен айтып кеттім ғой бағана, нарықта шаблонный курстардан шаршаған, жеке инструменттерді бір күн рилсті бір күн воронканы үйреніп шаршаған, оларға тұрақты жүйе керек. Сол инструменттердің басын қосып, сол инструменттермен бір тұрақты жүйеге, тұрақты табысқа шыққысы келеді. Мысалы сіз бір үйде бір манты жасағыңыз келсе, немесе палау жасағыңыз келсе, үйіңізде сәбіз, пияз бар, ет бар, күріш бар деген сияқты инструменттер жеке тұр, бірақ инструменттердің басын қосып технологиясын алып бір палау қылып жасай алмасаңыз, ол жеке сәбіз, жеке күріштен сізге ешқандай пайда жоқ. Сол сияқты сәбіз, бағанағы күріш немесе баға ет деген нәрселер ол жеке тұрғыдан біреу рилс, біреу воронка, біреу өнім деген сияқты жеке тұрады. Сондықтан оның басын қосып бір өнім жасай алу керек. Және әр модульде тұрақты айтқанда курсыңызда сізде бір четко не болу керек, стратегия, технология болу керек, теориялық білім болу керек, диагностика форматында болу керек, фреймворк деген сияқты, мен сияқты 5B деген формула сияқты технология болу керек. Дайын шаблондар клиентке нәтиже шығаратын. AI промпттар, мысалы мен өзім клиенттеріме рилс жасауға байланысты, вебинар жасауға байланысты, клиентті зерттеуге байланысты нақты AI искусственный интеллекттің промпттарын беремін. Просто искусственный интеллектке ChatGPT, Claude'қа саласыздар да, осы өнім жасауға, контент жасауға өте айтқанда көмектеседі. Сонда дайын шаблондар дайындап қою керексіз өзіңіздің клиенттің проблемасын шешу үшін. Үй тапсырмасы керек, кері байланыс керек деген сияқты. Қазір таңда 2026-2027-те тренд болатын өнімдер осы компоненттерден тұру керек. Бұрынғыда просто сабақтар түсіріп бере салатын болсаңыз, онда сіз айтқанда нәтиже шығармайсыз. Және қазіргі эксперттерде, қазір реально ақша тапқан эксперттерде кемінде 3 өнім болу керек, минимум деңгейде. Ол сіздің тегін өніміңіз, Trifire яғни арзан өніміңіз, бір 20-30 теңге баста дәмін басып көреді, және өзінің негізгі өніміңіз, және максимизатор прибыль дейді, жеке наставничество, подписка деген сияқты кемінде 3 өніміңіз болу керек. Бір өніміңіз сіздің айтқанда сіздің эксперт ретінде көрсетеді, екінші өніміңіз сіздің реклама салған ақшаңызды қайтарады, үшінші, төртінші өнімдеріңізде сіз нақты өзіңіздің пайдаңызды, ақшаңызды табасыз. Енді өнімге келетін болсақ, мен сізге өнім матрицасын былай күшті таблицамен былай көрсеттім. Мысалы, лид магнит ретінде, тегін өнім ретінде біз не бере аламыз? Чек-лист, каталог, портфолио, калькулятор, прайс, тегін вебинар, тегін сабақ деген сияқты өнімдерді береміз. Ол лид магниттің мақсаты клиенттің номерін алу, сіздің воронкаңызға кіргізу, және сізді реально эксперт ретінде сату, пайдалы ақпарат беру, және клиенттің бір микробөлін шешу. Және сіздің келесі өніміңізді сатып алуға итермелеу. Бұл лид магниттің негізі критерийі. Екінші Trifire өнім, бұл арзан, бірақ өте құнды өнім. Мысалы Trifireға мини-курс, консультация деген сияқты өнімдер жатады. Мысалы мини-курс, көмекші материалдар, бағана сіздің бір курсыңыздың, бір қымбат емес бір курсыңыздың бір алғашқы бір апталық модулі деген сияқты қылып бересіз. Ол жерде бір 20, 30, 40, 30 мың теңгеге дейін, 50 мың теңгеге дейінгі өнімдер болу керек, бірақ өте құнды, клиенттің бірнеше реально проблемасын шешетін, сізді эксперт ретінде сататын, келесі өніміңізді қызықтырып сатып алуға айтқанда дайындайтын өніміңіз. Бұл өте маңызды нәрсе. Осындай продукт матрица сізде болу керек. Осыны скриншот жасап алыңыздар да, айтқанда бүкіл осы неге байланысты жазып шығыңыз. Сізде қандай өнімдер жетіспейді және қай өнімді жетілдіруге болады. Егер сіз осы өнімге байланысты, өнім жасауға байланысты, менде по-моему бір 40 минуттық ба, бір өте пайдалы эфир бар. Әрқайсысына жеке тоқталып, осыған байланысты мысалдар көрсетіп, қалай жасағанымызды көрсетіп, менде видео сабақ бар. Соны алғыңыз келсе, маған WhatsApp-қа немесе Instagram-ға дайректке, маған немесе менеджерлерге жазсаңыз, сол видео сабақты мен сізге тегін жіберетін боламын. Осы нені скриншот жасап алыңыз да, осы нені скрин жасап алып, осы өнімді маған жіберіңізші, мен көрейін десеңіз, мен немесе менеджерлерім сізге тегін доступ беретін болады. Өйткені оны түсіндірсем тағы да 40-50 минутқа уақытымыз кетіп қалады. Инфобизнестің негіз бұл продукт. Бұл продукт. Егер продуктыңыз сапасыз болса, маркетинг пен продажамен сіз айтқанда алып шыға алмайсыз. Маркетинг продажа сізге көмектеспейді.
өйткені возвраттан көз жазбай чувственный болып өзіңізді былай айтқанда выгорать етіп келесі өнім жасауға желанияңыз болмай қалады. Сондықтан негізгі сіздің фокус қоятын нәрсеңіз ол продукт. Продукт ол клиенттің трансформациясы. Продукт ол клиенттің точка б-сы, сізден қандай нәтиже алады деген нәрсесі. Өйткені клиенттерге просто курс, просто ақпарат керек емес, олардың точка б-сына, өзінің қалған мақсатына жету маңызды. Сондықтан продуктыға өте көп көңіл бөлуіңіз керек. Егер сізде что-то мен продуктым күшті әлсіз болып тұр екен, что-то продуктымда жетілдіру керек нәрсе бар екен, продуктымды кішкене сатуға ұяламын, қысыламын, кішкене возврат болып қалсашы деген ойлары болса, өзіңге байланысты обязательно маған жеке жазып, менен жеке консультация алуға, разбор алуға, немесе бағанағы сабақтардан өтуге міндетті түрде тырысыңыз. Енді меруерт мырзаның кейсіне келетін болсақ, біз қандай меруерт мырзаға өнім жасадық. Қазір оны сіздерге көрсетейін, иә. Так, ашылып тұр ма сіздерде? Мхм. Ашылып тұр екен. Енді меруерт мырзаның осындай сайтын жасадық. 90 күнде кәсібін толық жүйелеп 2020 жылы жаңа деңгейде бизнес бастады. КМС жобасы, яғни команда маркетинг сату. Алдың сабақтарда мен айтқан болатын, біз клиенттердің, бизнес кәсіпкерлердің ең негізгі ключевой сұранысы оларды команданы басқару, және кімді қалай уақытында дұрыс басқару, оларға дұрыс тапсырма беру, олардың мотивациясын беру деген сияқты. Маркетинг, тұрақты клиент алып келу, тұрақты сатылу. Маған средний бизнестің ең ключевой нәрсесі осы қаздыртер арқылы біз осы үш нәрсе екендігін түсіндіріп, и осыған байланысты 3 айлық программа жасап шықтық. Бірінші айында бізде маркетинг, екінші айында сату, үшінші айында командаға байланысты мықты өнім жасап шықтық. Және одан бөлек, тек мейірбек мырзадан бөлек, нарықтағы мен деген мықты спикерлерді шақырдық, бір екі сабақ беріп кетуге. Қуаныш бизнес психология жайында, азаматтық кәсіпкерлердің тиімділігі жайында, тайыр мырза сату жайында, нұрман мырза ол кісі HR жайында, сәкен ділімбет мырзалы именно ритейл бойынша, мақсат мырза ол АМСРМ сату бөліміне байланысты, асқар мырза ол именно бизнестағы цифраға байланысты деген сияқты мықты бас тартылмайтын өнім жасап шығардық. Өйткені айтқанда нарықта біз қарап жатсақ, отдельно мықты командаға байланысты мықты спикерлер бар, сатуға байланысты мықты спикерлер бар, және де маркетингге байланысты мықты спикерлер бар да, бірақ барлығын бірге қосып бәрін бір жерде алатын және бағасы доступны болатын ондай өнім болмаған екен нарықта. Соның бәрін біз зерттеп, соны бір жерге жинадық. Және қазір сіздерге методологияны көрсетемін. Мынау сайтымызды полный көрсетіп жатырмын. Осы сайт тупо өзіңізге өнімізге адаптировать етіп жасап шықсаңыз болады. Біз клиенттердің бойын жасап шықтық. Лид қымбат, сапасы төмен, клиент қызығады бірақ сата алмайды деген сияқты клиенттердің проблемасын жазып, мына жақта шешімдерін жазып, и біздің мықты өнім жасап шықтық мына жаққа. Спикерлердің несін қойдық, 3 айда сіз команданы дұрыс басқарып, маркетинг жүйелеп, сату бөлімін реттеп, тұрақты кәсібіңізді дамыта аласыз деген оффер бердік. 90-ның ішінде офлайн, онлайн форматта практикалық тапсырма, трекерлер, кураторлардың жеке қолдауы, офлайн разборлар, спикерлердің разборлары, сабақтары деп осындай форматта жасап шықтық. Және де оқу форматын жеке түсіндіретін, осындай видеоны курс барысын толыққанды түсіндіретін, осылай 4 минуттық оқуды презентовать ететін отдельный видео дайындап қойдық. Мысалы, оны вебинардан кейін, мастер-класстардан кейін, зум разборлардан кейін осы өнімдерді сайтта жібереміз. Клиент осын кірген кезде сайтты көріп, өнім жайында, курстың бұл формат жайында видеоларды көріп, тағы да айтқанда қызады. Бұны міндетті түрде сізге жасауыңыз керек. Қазір осының өзінде мен сізге бірнеше күшті фишкаларды көрсеттім өзіңіздің кәсібіңізге қолдануға байланысты. Одан кейін біз әр сабақтан кейін клиенттердің берген разборларын, клиенттердің нәтижелерін, кейстарын осындай ютубқа салып қойдық. 200-ден астам кәсіпкерлер, дамушы орта жазылғың келсе, айтқанда қазір номер қалдыр деп. Команда маркетинг сатуға байланысты 3 айда бизнесін жүйеле. И әр айдың блоктарын өйстіп, атауын, әр айда қандай сабақтар аласыздар, қандай нәтиже аласыздар, айтқанда форматы қалай болады деген сияқты біз не істедік. Неге былай болып қалды? Так, так. Мынау бірінші айдікі болатын болса, мынау неге былай болып қалды? Мынау екінші ай, сату жаңа жылда қандай акциялар жасауға болады деген сияқты. Екінші айда қандай сабақтар бар, үшінші айда қандай форматта біз жұмыс жасағанымызды толыққанды түсіндіретін осындай не жасап қойдық.
Неге бұлай болып тұр түсінбедім. Так, былай жасай салайыншы. Неге кіріп басынан сайтқа кіре салайын. Неге осылай сайтымызды полный упаковать етіп өнімнің методологиясын барлығын жасап, ана программасын барлығын жасап, мына жаққа құнын жасап, иә, спикерлерді жасап, жобаға қатысу үшін мінекей мына отзывтардың бәрін көріп номер қалдыр. Дәл қазір салсаң 150 мың теңге, там ертең аргүн сатып алатын болсаң уже 450 мың теңге баға болады деп нақты көрсеттік. Дәл осы сияқты сіз өзіңіздің өніміңізді осылай полный методологиясын жасап, өнім жайында продающий видеоны жасап, айтқанда өніміңізді жүйелемейтін болсаңыз, адамдар қазір сіздің просто так бір вебинарыңыздан консультациядан кейін сатып алмайды, өкінішке орай, иә. Так, енді біз презентациямызға оралайық. Енді өнімге байланысты осы. Келесі формат бізде қандай воронканы қолдандық, иә? Қандай воронканы қолдандық? Біз оптовинар, TikTok, стрим және сату бөлімін дажым арқылы воронкаларын қолдандық. Қазір мен сіздерге воронкасын енді жеке-жеке ашып көрсететін боламын. Мынау біздің жасаған креативтеріміз. Мына креативтерді скриншот жасап, прям максимально алып алсаңыз болады. Мынау бізде командаға SMM-ге, мобилворкқа, таргетологқа беріліп жатқан задачалардан скрин қойып қойдым, иә. Және бізде мына видеоның, мысалы бір екі видео, қалай видео жасағанымызды көрсетіп жіберейін, чтобы сізге наглядно түсінікті болу үшін. Неге? Міне осындай біз креатив түсіріп клиенттің болына, проблемасына, бағана клиент алуға байланысты, сатуға байланысты, командасын жүйелеуге байланысты әрқайсысына жеке-жеке креативтер түсіріп сөйтіп таргетке жіберіп воронкаға кіргіздік. Воронкаға кіргізгеннен кейін қазір адамдар бұрын бүйтеді, просто так WhatsApp сообществоға кіргізе салады да, немесе бір телеграмға бір жерге жинайды да сөйтіп қыздырады да сатып жіберемін деп ойлайды. Жоқ, қазір маркетингде 7 касание емес 30 касание жасау керек, клиентке жеке подход ұстану керек. Сондықтан WhatsApp креативтен кейін сіз сразу біз EasyBot деген қосымша арқылы біз не істедік, клиентке жеке өзінің WhatsApp-ынан жеке жіберетін ботты қолдану. Өйткені WhatsApp группаға адамдар кіреді да, бірақ спам болып кетеді, бірнеше сообщение қайталанғаннан кейін что-то бәрін ашып қарауға ерінеді да, былай айтқанда группаны оқымай қояды. Ал біз клиенттің жеке WhatsApp-ына жіберіп отырмыз. Сондықтан міне бүгін бізде вебинарға сәтті тіркелдіңіз, бізде осындай тақырыптар болады, осындай кейстер болады деген сияқты клиентке жеке-жеке осылай қыздырған кезде конверсия бізде 30%-ға өсті. Одан кейін біз не істедік? Одан кейін біз клиентке автодажимдарды, автосообщенияларды қосып қойдық. Яғни клиент номер қалдырғаннан кейін, 15 минуттан кейін, 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін, там 3 сағаттан кейін, вебинардан кейін деген сияқты дажим сообщениялар автоматын барып тұрады, чтобы клиентті біз ұмытып кетпес үшін, иә, клиентті былай айтқанда сливать етпес үшін. Және де мына EasyBot деген программасында өте күшті аналитика бар. Бізге күнде мысалы 120 лид, 140 лид алып отырдық. Оның орта есеппен 50-і бізге вебинарға кіріп отыратын, 50%. 50% кейде 48%-ға түседі. Ол жерде смс, автозвонок, WhatsApp, прогрев, сообщениялардың бәрін ескеріп отырғанда. Осы аналитикалық бәрін көріп отырмын, сіздер де міндетті түрде қолданыңыздар. Сөйтіп біз не істедік, оларды вебинарға шақырдық. Вебинарда біз өте күшті мықты бонустар беретінбіз. Кәсіпті жүйелеуге байланысты, жеке ассистент алуға байланысты, кәсібінде қай жерде ақша жоғалды жатсын соған байланысты біз не істедік, әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын, айтқанда вебинарлар жасадық. Және осында онлайн, офлайн форматта вебинарлар жасадық, әртүрлі сертификаттар бердік және де TikTok стримға шақырдық. То есть бізде воронка тек қана бір таргетті қосып, ол жерде сообществоға кіргізіп сата салу емес, бізге үш жақтан канал тұр. Яғни айтқанда ютубтан линктер келіп тұрды, TikTok таргеттен және де TikTok стримнан және бағанағы таргеттен. То есть үш каналдан келеді. Олар біздің әртүрлі тақырыптағы вебинарларымызға келеді. Бір күні біз кәсіпті жүйелеуге байланысты вебинар жасаймыз, келесі күні сатуға байланысты вебинар жасаймыз, келесі күні команданы кімді алу керек, кімді қалай басқару керек, қалай зарплата қою керек,
қалай жұмыстан шығару керек, қалай оларды карьерамен өсіру керек деген әртүрлі тақырыпқа байланысты вебинарларын жасадық та оларды қыздырдық. То есть бір клиент келеді да бір вебинардан кейін сразу дайын болмайды ғой сатып алуға, сондықтан бір клиент келеді да екінші вебинар қосылады, одан кейін басқа зум разборға келеді деген сияқты, ары күні тикток стримзға келеді деген сияқты. И тикток стримдарда біз конкретно бойлар разбор жасадық. Клиент келеді да айтты, нишаңыз қандай, стоматология қандай, қанша креслоңыз бар, қанша маманыңыз бар, проблема неде, қалай сатылым болмай жатыр деген сияқты клиентті сөйтіп шығарып аламыз тиктокқа эфирге, и сөйтіп разбор жасаймыз. И қалғандар соны көріп отырады. Мейірбек мырзаның мықты тәжірибесі бар екен, мына кісіге осындай тегінің өзіне осындай керемет рекомендациялар беріп жатыр екен, қалай шығынды азайтуға болады, қалай табыс таптыруға болады, команда кімді алу керек, қалай қазір қаржыны басқару керек деген сияқты реально рабочий мықты инструменттерді біз кеңес бердік. И қалғандары уже көріп отырады. Біздің вебинарға келген адамдар, офлайн мастер келген адамдардың барлығы телефон номерін алып группаға кіргізгеннен кейін осыны стримға шығарған кезде экспертіңіз көбейеді. Шынымен мына кісі маған көмектесе алады екен, менің кейсінтарымда бар екен, жұмыс жасапты деген сияқты ой алғаннан кейін адамдардың конверсиясы жоғары болады, яғни сенімі көбірек болады. Сондықтан одан кейін аптасына айына 2 рет осындай офлайн мастер-класстар жасап отырдық, 70-80 адамнан жинап. Одан кейін WhatsApp сообществода қыздырдық. Енді біздің Мейірбек мырзамен жеке ақылдасып жатқан стратегияларымыздан сурет қойып қойдым. Міне көрдіңіздер ме, бұл мультиворонка, то есть біз 4 деңгейлі воронканы қолдандық. Мына жақта біз зум разборларға шақырдық. То есть офлайн неге мастер-классқа шақырамыз, ол жақта тағы сатамыз. Офлайн мастер-класстан, например, 5-6 адам алды, 7-8 адам үшін. Оларды 2 күннен кейін қайтадан неге шақырамыз? Зум разборға шақырамыз. Зум разборда тағы да кейстар жібереміз, тағы да клиенттерді жеке разбор жасаймыз да, ол жақтан тағы 4-5 продажа шығарамыз. Сөйтіп не істейміз, бағанағыдай 120 продажа біз шығардық, 450 теңге чекпен. Бұл получается 4 деңгейлі воронка. Яғни максимально суық аудиторияны, сізді танымайтын, сізді көрмеген, сізге сенбейтін аудиторияны осындай бірнеше деңгейлі воронканың арқасында қыздырып, максимально оны жылытып, айтқанда сізден сатып алуға ол адамдарды дайындаймыз. Міндетті түрде сіз егер тек қана бір форматта таргетті ғана жіберіп жұмыс жасап жүрсеңіз, осында мультиворонканы, бірнеше деңгейлік воронканы қолданыңыз. 2026 жылы мықты воронка осы 4 айтқанда міндетті 4 немен критериямен жұмыс жасайды. Яғни клиенттің сенімін біртіндеп қалыптастыру, кемінде 20-30 касание болу керек. Бұрынғыда таргет түсіріп 2-3 күн қыздырып сатуға қазір мүмкіндік жоқ. Олай жасай алмайсыз қазір. Әр касанияда жаңа құндылық беру керексіз. Не үшін именно сізден сатып алу керек? Қандай гарантия бересіз? Сіздің қандай кейстарыңыз бар? Клиент сіздің методикаңыздың қандай артықшылығы бар? Сіздің методикаңызбен жұмыс жасамаса клиент нені жоғалтады деген сияқты каждый касанияда жаңа бір құндылықтарды сіздің сатып алу керек деген форматтарын көз жеткізу керексіз клиентке. Міне клиенттің келесі кезеңге шығуы табиғи түрде айтқанда бір емес 3-4 рет сатуыңыз керексіз. Яғни бұрын бір курс жасап сатып таргетке жіберіп ақша таба беретін болса, қазір таргет оны оккупать етпейді. Сондықтан сіздің мақсатыңыз клиентпен ұзақ уақыт жұмыс жасау. Клиент сізден бірнеше 4-5 өнімін алу керек сізден. Жоқ дегенде 4-5 жыл сізбен жұмыс жасауыңыз керек бір уақытта, то есть ұзақ уақытқа жұмыс жасауыңыз. Сондықтан осы нәрсені айтқанда ескеріңіз. Яғни біз осы жобада әр воронкамызда айтқанда қай жерде проблема болып тұр. Мысалы, көп адамдар, эксперттер білмейді воронкасының қай жерінде проблема бар, неге клиенттер сатып алмай жатыр деген. Сондықтан біз клиентті номер қалдырғаннан бастап аналитикасын есептейтін РНП таблицалар бар. Осыны скриншоттап өзіңізге осыны алып алсаңыз болады. Мысалы, сіз клиентіңіз цена лида қанша болып жатыр, цена клиента қанша болып жатыр, CTR қанша болып жатыр, қанша күніне лид түсіп жатыр, таргетке қанша ақша жұмсап жатырсыз, автозвонокқа қанша ақша құрып жатыр, таргетке қанша адам қатысам дейді, қанша адам қатысты, қанша адам соңына дейін отырды, қанша адам ортасына дейін отырды деген сияқты бүкіл воронкаңызға аналитика жасай алатын болсаңыз, сізде четко көрініп тұрады. Что-то маркетинг слабый ма, бір креатив слабый ма, әлде өзіңіз сата алмай тұрсыз ба, әлде сіздің офферіңіз әлсіз ба деген сияқты нені статистиканы осы жерде көрсетуге болады. Және біз арнайы өзіміздің сату менеджерлеріне клиент сәлеметсіз бе деген сөзден бастап, қайырлы күн, айтқанда біздің өнімге номер қалдырыпсыз дегеннен бастап, сау болыңыз, сізге қалай төлеген ыңғайлы деген сияқты бүкіл сату скриптында этаптарында аталатын бар этаптардың бәрін жазып, осылай текст қылып дайындап бердік менеджерлерімізге. Сондықтан да олар айтқанда сатып алуға дайын болды. Және клиенттерді дажимайт етуге арналған мынандай мықты дажим сценарийін қойдым. Бұны да өзіңіз скриншоттап алып, қазір өзіңізге қолдансаңыз болады. Яғни клиенттер қазір бірден сатып алмайды. Сондықтан біз оларды дажимайт ете алуымыз керек. Сондықтан номер қалдырғаннан кейін не жіберу керек, бір күннен кейін не жіберу керек, не айту керек, 2 күннен кейін, бір аптадан кейін, бір айдан кейін не жіберу керек деген сияқты нақты
айтқан дажим сценарий бар. Просто бұл жерде өзіңіздің өніміңізді өзіңіздің нишаңызға ауыстырасыз да осыны қолдансаңыз болады. Бұны мен американецтерден пәленбай мың долларға оқығанмын. Бұл дажим сценарий. Бұл сценарий бір айға дейін емес, менде бір жылға дейін бар. Егер сіз бір жылдың ішінде клиентіңізді по-любому қазылған жерден қаналмай, клиентіңізден айтқанда мықты сатамын дейтін болсаңыз, конверсияны көтеремін дейтін болсаңыз, сіз осы дажим сценарийларын білуіңіз керек. Біз Мейірбек мырзаға қолданған инструменттер осы. Айтқанда ең ключевой нәрселердің бәрі осы. Яғни қандай өнім жасадық, қандай воронка қолдандық, клиенттерді қалай зерттедік, сайтын көрсеттім, РМП-ны көрсеттім, скриптті көрсеттім, дажим сценарийін көрсеттім. Бұл негізгі 47 миллиондық біздің запусқа қалай жеттік деген форматта осы. Получается 120 клиентті біз 450 мың теңгелік чекпен осылай саттық бір жарым айдың ішінде. Бұл өнімді біз дайындығымыз өте аз болды, өйткені айтып отырмын ғой, бір жарым айдың ішінде тақшылапта бізге бір 2 ай 3 айда заранее дайындалсақ, одан да көбірек жасауға болатын еді, бірақ енді сол кезде дайындығымыз аз болғандықтан, уақыт тапшы болғандықтан осындай суммаға жасадық. Өйткені Мейірбек мырза өзінің басқа да жобаларында 100 миллион, 200 миллион, 1 миллиардтық оборотқа да негізі запуск жасап жүрген мықты эксперт. Просто бізде уақытымыз кішкене тапшы болды. Бұл біздің жасаған негізгі айтқанда өнімдеріміз, то есть подходымыз. Енді бұл методика сізге келе ма келмей ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, сіз мысалы психолог болуыңыз мүмкін, басқа да сала экспертіңіз болуы мүмкін. Мен бұл методиканы именно психология нишасына тексеріп көрдім. вебинарға шақырып, вебинарға там 100-200 адам тіркеп 10 миллион теңге тұрақты табысқа шығардық. Алма бақыт қызы бар, ол кісімен ұзақ уақыт жұмыс жасатын. Ол кісімен біз айтқанда тұрақты 10 миллион теңге. Представьте, сізге ай сайын 10 миллион теңге келіп тұрса, расходыңызды там 4-5 миллион теңге алып тастайсыз, таза табысыңыз 5 миллион теңге болатын болса, өте керемет. Психология саласына точно жұмыс жасайды. Екінші, енді Мейірбек мырзаны көріп тұрсыздар. Ақша табу кәсіп саласында 47 миллион теңге запуск жасадық. Үшінші, денсаулық саласы Арай ханыммен біз 16 миллион теңгеге запуск жасадық. Мінекей. Получается, бұл мен методикам денсаулық саласында, ақша саласында, психология саласында да бүкіл негізгі 3 салада да негізгі айтқанда жұмыс жасайды. Егер сіз ипотека саласы болсаңыз, бухгалтерия, флиппинг, косметология, кондитер, тендер, қаржылық сауаттылық, нутрициология, финанс, массажист, таргетолог, бизнесмейкер, СММ, искусственный интеллект курстары, тігін, мұғалімдік, айыз шешу деген сияқты салаларда болсаңыз, бұл салада бұл формула өте қатты жұмыс жасайды. Және менде әр салаға байланысты дайын шаблондар, инструменттер беремін. Просто келіп жұмыс жасай сал емес, айтқаным істе емес, әр салаға байланысты скрипті, курстың құрылымы, курстың атауын қалай қою керек, қандай тапсырма беру керек, сабақтардың нелері, таймингі қандай болу керек, клиентті нәтижеге жеткізудің қандай фишкалары бар, қалай бағана оның артықшылығын табасыз деген сияқты бүкіл фишка, скринкасттарды мен жеке сізге көрсетіп отырамын. Және каздевке байланысты бүкіл сұрақтарды, мысалы клиентпен сіз 1 сағат сөйлететін болсаңыз, 1 сағаттың ішінде қандай сұрақтар қою керек, клиенттің реальный потребностьтарын қалай анықтау керек, клиенттердің портреттері бар, идеальный клиентіңіздің, соны қалай құрастыру керек деген сияқты РНП, клиенттерді күнде воронканы, мастер нелерді, таргетті қалай басқаруға болады, прогресс 1 күндік, 3 күндік, 6 күндік, 1 айлық деген сияқты не айту керек. Бұлардың барлығының менде шаблондары, скринкасттары, нелерінің барлығы бар. Сіз оны просто аласыз да, айтқанда қолданасыз. Мысалы, лид магнит воронкасы менде схема түрінде барлығы дайын тұр. Мен өзім өте жүйелі, максимальный форматта бір рет оқып, ертең басқа жақта да қайталап беруге мен жұмыс жасаймын. Сондықтан сіздің мақсат осы нәрселердің барлығын бір рет алып, осылардың барлығын өзіңіздің кәсібіңізге енгізіп, айтқанда ұзақ уақыт бойы нәтижесін көретін боласыз. Лид магнит воронкасы бойынша жұмыс жасағыңыз келе ма, мини курс воронкасы бойынша жұмыс жасағыңыз келе ма, или күнделікті ақша алып келіп тұратын форматта воронканы құрастырғыңыз келе ма, без проблем. Қаржыдан, финанстан проблема болса, оны қалай зерттеу керек, команда қалай зарплата беру керек, команданы қалай басқару керек, мысалы. Өзіңізді, командаңызда СММщик, таргетолог, сату менеджерлерін, тимді басқару жолдарын білгіңіз келсе, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып біз не істейміз? Айтқанда осы шаблондардың барлығын бететін боламын. Бұл методикалар өйткені сіздерде скринкасттар, шаблондар, дайын модельдер бәрі болғандықтан сізге өте оңай болады жасауға. Бұрын мен офлайн сабақтар оқыған кезде, айтқанда Мейірбек мырзамен оқыған кезде мен офлайн кездесіп отырмын. Офлайнда осында кафешкада бір жерде отырасың, просто диктофон қосып қойып немесе бір блокнотқа жазып алған нәрсең болмаса, бағанағыдай таблица, чек-лист, шаблон деген сияқты нәрселер жоқ еді. Сондықтан нақты алгоритм болса, сіз нені қалай қашан жасау керектігін четко түсініп отырасыз. Көз алдыңызда тұрады, кейінге қалдырмай жасауды. Және бір рет жасап ұзақ уақыт қолдануға мүмкіндік беретін жүйені аласыз. Мен Сайдмұрат Давлатовқа 5 миллион теңге төлеп, ол кісі Анталияда, Россияда, Турцияда әртүрлі айда жасайды.
қалаларда жасап тұрады. Сол жерде 5 миллион теңге төлеп оқыған курстарымда да просто оффлайнға барып қатыстық, бірақ бағанағыдай шаблон, материал, чек-лист, таблица деген сияқты нәрселер берген жоқ. Осы жердегі мен осы уақыт өткен бүкіл 8 жыл тәжірибенің бәрін жинап, қандай курстардан қандай минус көрдім, қалай жетілдіруге бәрін көріп, өзімнің ойымда соны идеально жасауға тырыстым. Мысалы мына Меруерт мырза, Сайдар Нұрдолатов те, Сайдар Нұрдолатов қателеспесем уже 21 жыл ма 22 жыл болды нарықта жүргеніне, инфобизнес саласында оқыған. ол кісі өте мықты жұмыс жасайды, бірақ айтқанда бағанағыдай шаблон, чек-лист сияқты нәрселер бермейді, бірақ соның өзінде курстардың өзі 5 миллион теңге тұрады. Сондықтан егер сіз осы материалдың барлығымен қолданып четко жүйеге енгізіп 5-10 есе өсуіңіз сізде мүмкін емес. Бізге четко айтқанда сеніммен айта аламын, осылардың барлығын енгізетін болсаң сізде жақсы нәтиже болады. Бұл методиканы сіз қолданатын болсаң сізде қандай айтқанда нәтиже болады. Ең бірінші сіз тұрақты табыс болады. Ай соңында осы айда ақша бола ма екен, болмай ма екен деген сияқты проблемаңыз болмайды. Өйткені көптеген эксперттердің проблемасы бірде бар, бірде жоқ қой. Короче, бірде көл, бірде шөл. Бір күн сатылым болады, екі күн сатылым болмайды. Сондықтан бұл нәрсені жүйені енгізгеннен кейін сіз ай сайын тұрақты табысқа қол жеткізетін боласыз. Өзіңіздің уақытыңыз еркіндік болады. Иә, күн сайын сторис жүргізіп, контент жасап, күнде рилс түсіріп шаршамайсыз. Ол олай емес. Там аптасына бір рет түсіріп қойып, немесе айына бір рет түсіріп қойып, там да жүйелі жұмыс жасауға да негізі болады. Сіз күйіп кетпейсіз. Көптеген эксперттер өз бәрін өзі сатып, өзі рилс жүріп, өзі таргет жіберіп, өз бәрін істеп, ананы жасап, клиенттерден айтқан нәтижесі аз болып, айтқанда күйіп кетеді. Сондықтан выгораниядан айтқанда құтыласыз. Төртінші өзіңізге сенімділік аласыз. Сенімділік дегеніміз ертеңгі күніңізге айтқанда уверенность, нақты нені қашан қалай жасау керек деген бүкіл пазл жиналған кезде, сізде айтқанда кімге нені қашан қандай бағамен қалай сату керектігі четко көрінген кезде уже өзіңізге сенімділік болып уже өміріңізді жақсы жоспарлай аласыз. және енді менде оқитын көп адамдар әйел кісі болғандықтан өзіңізге, күйеуіңізге, бала шағаңызға, отбасыңызға көбірек уақыт бөле аласыз. Өйткені эксперттер көп жағдайда бәрін өзіңіз кетіп уақытын қазір дұрыс жүйелей алмағандықтан айтқанда выгорать етіп уақыттарын айтқанда дұрыс басқара алмайды. Сондықтан күйеуімен ұрысып оларға уақыт бөле алмай, балаларыңызға уақыт бөле алмай, чувствительный болып жұмыстан кейін өйтіп қиналып жүрмейсіз. Нақты жұмыс жасау кезінде нақты мен сізге формуланы беремін, аз уақытпен көп нәтиже жасау үшін. Және масштабтай аласыз. Яғни команданы қалай басқару керек, кімді алу керек, таргетологтар қалай дұрыс тапсырма беру керек, олардың дұрыс жұмысын қалай тексеру керек, олар қалай дұрыс келісу керек, қалай оларға KPI керек, қалай олар мотивациясын тұрақты ұстап отыру керек, олар сізді алдап жатқан жоқ па деген сияқты каждый өзінің мамандарыңызды дұрыс алып, оларды дұрыс басқарып, командаңыздың күшімен өсудің жолдарын көретін боласыз. Және үлкен жобаларға ашық боласыз. Спикер болу, әртүрлі форумдарға шақыру деген сияқты. Клиенттерің сізді именно баға үшін емес, сіздің жеке құндылығыңыз үшін, сіздің ерекшелігіңіз үшін келетін болады. Және өзіңіздің салаңыздағы номер бір эксперт болуға мүмкіндігіңіз ашылады. Және әр салада өнімді жаңадан басынан шықпай, бұл жүйе бір рет жасап қойғаннан кейін жаңа өнім жасауға сізге реально өзінің көмегін тигізеді. 5-10 есе өсу дегеніміз ол тек көбірек жұмыс жасап ақша табу емес, бұл реально тыныштық, сенімділік, уақыт еркіндігі. Және сізде жұмыс жасайтын жүйені реально қою. Сіз аз энергия жасап көп нәтиже беретін жүйені құру. Егер сізге осы нәрселер актуальны болса, осы нәрселерге жеткіңіз келсе, және де мен өзім білім көп, бірақ оны қалай сатамын білмеймін, менде аудитория жоқ, клиент қайдан табамын, таргетте қалай ақтамын, қалай күшті воронка жасасам болады, қандай бас тартылмайтын ұсыныс жасасам болады, қалай айтқанда тұрақты түрде клиенттер келіп тұрақты түрде сатылым болып тұрғанын қаласаңыз, бұрын курстар жасап, наставление жасап, курс жасап көріп, бірақ күйіп қорқып қалсаңыз, мен сізге көмектесуге дайынмын. Және менің Бауыржан мырза сияқты нөлден келіп, ол кісі антиколлектор курсы, бағанағы қарызға кіріп кеткен кәсіпкерлер, черныйға түсіп кеткен, блокқа түсіп қалған кісілерге көмектеседі. Ол кісі нөлден келіп, айтқанда 20 мың теңге консультация жасайтын кісіге болатын 500 подписчикпен келіп, 4 айдың ішінде ол кісіге біз 76 мың подписчик жинап, өзінің басқа да консультация, өнім, наставничество деген сияқты өнімдерін шығарып, 1,5 миллион теңге тұрақты табысқа шығардық. Парақшасына кіріп көрсеңіз болады. Бауыржан мырзаның съемкасынан нәтиже, бізді мини курсты қалай жасағанымыз арқылы тоже көрсеңіз болады. Және бізде екінші кейсіміз Жамиля ханым. Бұл кісі сетевик. Және осы уақытқа дейін әртүрлі сетевик компаниялар жұмыс жасап, 7-8 жыл тәжірибесі болған. Маған келген все, мен уже сетевиктен шаршадым, мен енді өзімнің курсымда наставление жасап табысын арттырып келеді деген болатын. Бірақ қандай өнім жасау, қалай сату, қалай дамыту, қалай клиент жинау, қалай мастер-класс жасау, қалай сату керектігін білмеді. Сондықтан маған келіп, с нуля құрдық. Тоже 1000 подписчикпен келген. Ол кісіге біз сондай 5-6 мың подписчик жинап, айтқанда 6 миллион теңге тазаға шығардық. Өйткені ол кісі осы уақытқа дейін 700-800 мың өзінің табысы болған болатын. Егер нөлден келетін болсаң, сізге алғашқы 500 миллион теңге табу оңай болады. Ал уже бір миллион теңге тауып жүрсеңіз, 5-6 миллион теңге смело шыға аласыз.
Жамиля ханым менің бүкіл өнімдерімнен өтіп шықты. Менің вебинарымнан қатысты, менің консультацияма қатысты, менің курстарыма қатысты, одан кейін жеке наставничествома келді, одан кейін ол кісімен запуск бойынша под ключ көмектестім деген сияқты бүкіл өнімдеріме мен қатысып шықты. Сондықтан бұл кісі қазір өзінің реальный позиционерісі нарықта орны бар, жақсы эксперттерге, тұрақты табысы бар эксперттерге айналды. Егер сіз менімен жеке отырып өзіңіздің нақты стратегияңызды анықтағыңыз келсе, сізде қазір қандай өнім бар, қалай жасауға болады, осы уақытқа дейін әртүрлі өнім жасап қолыңыздан келмей қалса, немесе нөлден бастайын деп жатсаңыз, мен нарыққа қандай кіремін, қандай өнім жасаймын, қалай табысымды арттырсам болады деген сияқты өзіңіздің жеке стратегияңызды алғыңыз келсе, осылардың барлығын өзіңіздің кәсібіңізге енгізгіңіз келсе, төмендегі анкетаны толтырып разборға қатысыңыз. Ол жерде офлайн болса Алматы қаласынан, басқа қаладан болсаңыз онлайн зуммен сізге қалай өнім жасау керек, қалай бас тартылмайтынын айтқанда ұсыныс жасайсыз, ерекшелігіңізді қалай табасыз деген сияқты сіздің жеке жағдайыңызды разбор жасап көмектесетін боламын. Мүмкініңіз болса, егер барлық мен ұсынысым ұнаса, ары қарата бірге жұмыс жасап көрсек те болады. Сондықтан бүгінгі разборымыз осы. Бүгінгі айтылған кеңестерді міндетті түрде айтқанда жүзеге асырыңыз. Келесі біздің консультацияда кездескенше.